Баршаңызға жалынды сәлем достар. Сіздермен бірге 101 фильм және бүгін сіздерге 2019 жылға Нетче атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Ерте заманда аспан мен жердің рухани күшінен хаостың тасы пайда болады. Бұл тас күннен және айдан энергия алғандықтан оның күші тоқтаусыз өсуде. Бірақ та хаос әртүрлі энергияны жинап алған соң жақсы мен жамандықты айыра алмай қалыпты. Сондықтан аспан патшасы тасты жою үшін өзінің көмекшілері Кая мен Шейнді жібереді. Хаостың күшті болғаны соншалықты патшаның ең мықты нөкерлері де оған қарсы тұра алатын емес. Ақыры патша бәрін өз қолына алып, тастың энергиясын екіге бөлген болатын. Біреуі жақсылық болса, екіншісі зұлымдық. Патша жауапкершілігі мол тастарды Каяға тапсырады, ал Шейн болса одан қызғанып жүр. Көп ұзамай Кая жерге аттанып, Цин атты патша мен оның әйелі Мияны кезіктіреді. Сөйтсе аспан патшасы Циннің болашақ ұрпағын жақсылық тасының мұрагері ретінде таңдаған екен. Нәресте дүниеге келетін күні барлық тұрғындар сарайда тойламақшы. Кая жақсылықты нәрестеге енгізетін порталды дайындауда. Бірақ та осы сәтте Шейн келіп, Циннің көмекшісі арқылы екі тасты да ұрлаған соң порталға зұлым тасты қойған болатын. Көп замай қызметші патшаға нәрестені алып келеді. Отқа оранған нәресте халыққа зұлымдықтың не екенін көрсетуде. Осы кезде Кая баланың жарты күшін ұстап тұру үшін мойнына арнайы сақина тағып, баланы өлтіруді шешеді, өйткені оның күші адаммен салыстырғанда 1000 есе тез өсуде. Бірақ та Мия оны қорғап қалды. Анасы не болса да баласын жақсы көруге дайын екен. Кая баланы жайына қалдырса да, аспан патшасы кезінде зұлым тасқа қарғыс енгізген болатын. Енді бала 3 жасқа толғанда оны найзағай өлтіруі тиіс. Цин баласын құтқару үшін Каямен бірге аспан патшасына аттанады. Бірақ та көмекшісінің айтуынша патша қазір басқа әлемде жүр, ал Цинға баласымен көбірек уақыт өткізген жөн. Арада 1 жыл өткен соң ата-анасы халықты қорқытпас үшін Нетчаны сиқырдың күшімен тек сарайдың ішінде ұстауды жөн көрді. Бір күні жас бала сарайдан босап кетіп, қалада ойнына келгенін істейді. Ал біреу оны сайтанға теңесе бітті. Нетча олардың көзін жоюға дайын. Қуанышқа орай балаларды Кая құтқарған еді. Келесі күні Кая жас баланы арнайы жаттықтыру үшін суреттер әлеміне алып кетеді. Нетчаны маскировка сиқырына үйреткен Кая өзі алаңсыз ұйықтап алмақшы, ал Нетча болса қайталап жаттығу жасап жүр. Осылай Кая бірнеше жыл бойы үйренген сиқырды жас бала бір күнде үйреніп алған екен. Кая оның қабілеті арқылы адамдарға көмектесуге болатынын түсініп, баланың ұстазы болуды шешті. Бірақ халыққа көмектесу жайлы естігенде Нетча бұл ұсыныстан бас тартады. Өйткені жас бала туылғаннан бері халықпен дұрыстап тіл табысып көрмеген екен. Баласының көңілсіз жатқанын көріп, ата-анасы шара қолдануды шешті. Олардың айтуынша Нетча жақсылық тасының мұрагері болғандықтан адамдар одан қорқады екен. Бұл сөздерге қатты сенген Нетча енді күн сайын жаттығып халықтың сенімін қайтаруды шешті. Арада 2 жыл өткен соң жас бала Каяның үмітін ақтап көптеген сиқырларға үйренеді. Бірақ та бала өзінің қара санасынан құтыла алмай байқаусызда виртуалды адамдарға зардап келтірген болатын. Адамдар шынайы болмаған соң Нетча өзінен ешқандай кінәні сезіп тұрған жоқ. Ал оның қатал әкесі баланы суреттер әлемінде тағы тәрбиелемекші. Бірақ та Нетча тағы да қулықпен қашып шығады. Осы кезде теңіз сайтаны итті жеп қойғай тұр. Сонда жас бала итті қорғап ары қарай оны қуа бастайды. Сайтан жолда баланы ұстап теңізге кіріп кетпекші, бірақ та ақ маска киген адам сол сәтте теңізді мұзға айналдырып сайтанды жеңіп шыққан еді. Нетча қызғаныштан баланы қайта сайтанға лақтырып, өзі әлгі адамға шабуылдайды. Шайқас кезінде Нетча оның маскасын шешсе, ол айдаһар мүйізді жігіт болып шықты. Осы кезде сайтан ауаға көпіршіктер таратады. Оған қолы тисе бітті тас қайналады екен. Сонда әлгі жігіт барлық көпіршіктерден қайналмай өту арқылы сайтанға ауыр соққы жіберіп, баланы құтқарады. Өкінішке орай көпіршік оның денесіне тиген болатын. Бірақ та жас бала әлгі жігітті қару ретінде қолданатынын кім білген. Олардан кешірім сұраған сайтан сиқырды қайтаратын қарсы күш берген еді. Ал Нетча болса оны бірден ұрттай салды, ал негізінде оны жай денеге жақса болды екен. Бин жас балаға көмегі үшін алғысын білдіруде.
Біраз уақыттан соң Бин жаңа досына арнап ракушка сыйлайды. Жас бала ракушкаға үрлесе бітті, Бин тез арада жетіп келуге дайын. Көп замай қаруланған тұрғындар Неджаны барлық күнәлар үшін айыптауда. Енді бала кетпекші болғанда араларынан біреу оны сайтанға теңейді. Сонда бұл сөзді көтермеген Неджа оларды біртіндеп соққыға жыққан болатын. Енді көмекке келген ата-анасы баланың қолынан сайтанның сілекейін көріп, оның шындықты айтып тұрғанын түсінеді. Осы кезде Бин теңіздің түбіндегі үйіне жетті. Сөйтсе Бин Айдаһар патшасының баласы болып шықты. Баласы оған жаңа дос тапқанын айтқанда Айдаһар ашулана түседі. Шын мәнінде әкесі басқа да айдаһарларды босату үшін шынмен бірігіп, одан жақсылық тасын алған екен. Нәтижесінде Бин пайда болыпты. Сонда Шейн олардың арасына от салу үшін Неджаның нағыз жауыз екенін айтып, Бинға оны өлтіруді тапсырады. Неджа туылған күні жақындаған сайын қобалжып отыр. Ата-анасы оған керемет кеш өткізуді шешті, бірақ та Неджаның бар қалайтыны туған күнде Бин қасында жүрсе болғаны. Көп замай Неджа жағаға келіп досымен кезігеді. Жас бала оны туылған күніне шақыруда, бірақ та Бин миссия бойынша Неджаны өлтіруі тиіс. Өйткені бұл айдаһарлар бостандығы үшін жалғыз мүмкіндік. Көп замай Неджа 3 жасқа толды. Сол кезде оған Шейн келіп, оның зұлым тастың ұрпағы екенін айтады. Және бүгін Неджаның найзағайдан өлетін күні екен. Барлық тұрғындар мерекеге жиналуда. Кая сыйлық ретінде балаға құдіретті найза мен сақиналар, ал ата-анасы болса қорғағыш талисман сыйлайды. Әкесінің айтуынша баланы алда ұзақ өмір күтіп тұр, сондықтан оған ешқашан берілмеген жөн. Сонда қарғыс жайлы барлық шындықты білетін Неджа қатты ашуланып, сиқырдың күшімен мойнындағы сақинаны шешеді. Сол сәтте бала өте мықты сайтанға айналып, әкесіне шабуылдаған болатын. Мия баласын тоқтату үшін тез арада сақинаны іздемекші. Осы кезде екеуі шайқасты сырттай бақылауда. Өзін әзер ұстап тұрған Бин ақыры сақинаның күшімен Неджаны тоқтатуды шешті. Осылай Неджа қайта есін жинаса да бәрібір ата-анасына ренжулі екен. Цинь құтқарушыға алғысын білдіруде, бірақ оның маскасын шешкенде бәрі Биннің мүйіздерін көреді. Тұрғындар оған кетуді бұйырғанда қатты ашуланған Бин қаланы теңіз суымен қоршап, оны мұзға айналдырған соң тұрғындардың көзін жоюды шешті. Осы кезде Каяның көмекшісі Неджаға кезінде әкесі Каямен бірге аспан әлеміне қалай барғандары жайлы айтуда. Қызметшінің айтуынша қарғысты жою мүмкін емес, тек оны басқа адамға ауыстыруға болады. Сонда әкесі Каяға бұл шешім жайлы әйеліне айтпауын өтінген екен. Ата-анасы сыйлаған пакетті ашса, ішінде қарғысты ауыстыру қағазы жатыр. Осы кезде Цинь мен Мия Бинмен шайқасуда, бірақ та қазірше бәрі сәтсіз. Көп замай ата-анасын құтқару үшін көмекке Неджа келеді. Сақинаның кесірінен жас бала Биннен жеңіле бастайды. Бір кезде Бин алып айдаһарға айналып, аспандағы мұзды сындырмақшы. Сонда тұрғындар үшін алаңдаған Неджа өзін сайтан қалпында басқару үшін сақинаны тек жартылай шешкен еді. Бірақ та соның өзінде де Бин мықтырақ болып шықты. Мұз құлап бара жатқанда Неджа өзінің толықтай күшін босатып, лаулаған отпен мұзды ертіп жіберген болатын. Енді Бин қашып кетпекші, бірақ та Неджа оны тоқтатып, құдіретті найзаны бағыттайды. Жас бала оны босатуды шешті, өйткені әлі де Неджа оны дос көреді екен. Осы кезде аспанда найзағай шұңқыры пайда болды. Неджа ата-анасын байлап, ауыстыру қағазын өртеп жібереді. Осылай жас бала не болса да өз тағдырына көнуді шешті. Бірақ та көмекке келген Бин өздерін қалқанмен қорғаса да найзағай күштірек болатын. Сонда достар бір-бірінің қолынан ұстағанда екі тастың күші қайта қосылып, хаостың тасы аспан энергиясын сорып алған еді. Кая олардың бұл энергияны көтере алмайтындарын түсінгенде, барлық күшін жинап балалардың орнына өзін құрбан етеді. Енді аман қалған Неджаны қала тұрғындары нағыз батыр және қорғаушы ретінде мойындауда. Осымен біздің Неджа атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.